Ішек ағза негізі. Ішек нелерді жақсы көреді? Бірінші, жаттығу мен физикалық күшті. Ішектің негізгі сүйікті жұмысы. Ішкі бұлшықеттер эластикалық, мықты, тонусы жақсарып, жақсы жұмыс жасайды. Ішек бұл 40% бұлшықеттен тұрады. Бұлшықетті қабат көлденең және айналмалы бұлшықеттер және байламдар. Екінші, өз-өзіне массаж жасау және іш массажы. Ол кезде қан айналысы жақсарады, лимфа ағысын және сұйықтық айналысын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар спазмды басады. Міндетті түрде рационда клетчатка болу керек. Ол микрофлораны қоректендіріп, перистальтикасын белсендіреді. Төртінші, су. Ішек өте жақсы көреді. Әсіресе тоқішек пен асқазан. Бұл сапалы ас қорытуды қамтамасыз етеді және жұмыс жасауын жеңілдетеді. Бесінші, тыныс алу. Диафрагма толық амплитудада жұмыс жасаса, төменгі диафрагма жамбас түбіде тонуста болады. Ішекке күшті азайтады. Ішектің жоғарғы бөлігін стимулдайды. Алтыншы, тазарту. Әсіресе сапалы тазалау. Себебі одан кейін энтероциттер, аш ішектің эпителий клеткасы жеңіл қалыпқа келеді және тағамның жеңіл сіңуін қамтамасыз етеді. Жетінші, әрине аштық. Ол өте жақсы көреді. Ал кім демалыс пен еңбек демалысын жақсы көрмейді? Барлығымыз сүйеміз. Сонымен қатар ішек те демалғанды жақсы көреді. Ішек нені жақсы көрмейді? Бірінші, стресс. Мүлде жақсы көрмейді. Ол кезде спазм болып, қорыту мен сіңіру қабілеті бұзылады. Екінші, кеш тұрғанды. Оның белсенді уақыты таңғы 6-8 аралығы. Ал сіз ол уақытта ұйқыдасыз. Үшінші, смузи. Төртінші, ұнды және сүтті тағамдар. Ұнды тағамдар қалыпты ішекте сіңбейді, микрофлораны өсірмейді. Бесінші, зиянды тағамдар мен токсиндер. Оның ішінде антибиотиктер. Олар тот сияқты ішектерге әсер етеді, клеткалардың бұзылуына әкеледі және пайдалы бактерияларды өлтіреді. Тұрақты іш жүргізетін заттар мүшенің өздігінен жұмыс жасауын бұзады. Жетінші, шай, кофе, толық піспеген жемістер. Бұлардың барлығында танин бар. Тұтқыр заттар клетка қабырғасына жағымсыз әсер етеді. Иммунитеттің 80% ішекте болуына байланысты ішегімізді сақтайық. Ішек микрофлорасын байытуға жұмыс жасауымыз керек. Деніңіз сау болсын.